Қазыбек би Келдібекұлы 1667-1764 жылдар аралығында өмір сүрген. Қарағанды облысы Қарқаралы ауданында туылды. Ол қазақтың мемлекет және қоғам қайраткері, әз Тәуке хан құрған билер кеңесінің мүшесі, атақты шешен, орта жүздің төбе биі, жеті жарғы заңдар кодексін шығарушылардың бірі, тегі арғын ішіндегі қаракесек руы. Шоқан Уәлиханов Абылай ханнан 300-дің батырларының ішінен кімді ерекше құрметтейсіз деп сұрағанда, ол бізге дейінгі ерлерден 2 кісіге таңғалуға болады. Оның бірі 90 туысын қалдан сереннің тұтқынынан құтқарған қаракесек Қазыбекте, екіншісі өзінің сондай тұтқындағы туысын құтқарған Уақ Дербісәлі. Мұның алғашқысы халданға өзі барып сұрап алды, соңғысы өзінің ауылында отырып жауын қорқытып алды деп жазады.